айтамыз. Неше жыл бойы мектепте қызмет етіп жүрді, неше түлектерді бітіріп жатыр. Дариға апайдың классыңызға ең әуелі бітіруші классыңызға басқан қадамдары берекелі болсын, мерекелі болсын, ертеңгі күндерімен құттықтаймын бұларды. Мына алда келе жатқан емтихандарынан үлгілі бағалар ала берсін айтайын. Мына 5-ші сыныпқа қадам аттар тұрғалы тұр екен. Бұл қадамдары әуелі ең бірінші қадамдары мерекелі болып келсін дегеніміз, бұл қадамдарын әрдайым мерекелі баса берсін 5-ші сыныпқа. 5-ші сыныптың сабақ кестесі өте күрделі дейді, сол күрделі сабақтарды жеңе білу керек бұлар. Жеңе біле алсын. 3 деген бағаларды алмасын, 4-5 бағаларымен бітіріп жүре берсін осы қыздар. Не дейміз, денсаулықтары мықты болсын оқушыларына. Бүгінгі дайындалған сабақтарын математика пәні екен, математика пәндерін әрдайым осындай қызықты, әуенді, сәнді болып жүре берсін. Еш уақытта өксілеріңді баспаңдар, әрдайым тұмсықтарыңды, еркелерін көтеріп жүріңдер. Ешқайсы жеңілдім демесін. Бұл әшейін ойын сабағы, математика сабағы. Әрдайым сендер бәріңді Дариға апайды ата-аналарды бірдей көреді сендерді. Сендер кемсітті, басқа да мұқатта жүрмейді. Барлығын бірдейсіңдер, барлығын түлектеріңді бірдей, бойларыңды бірдей, қыз ұлда деп ажыратпаймыз сендерді. Сол үшін қапада болмаңдар, үлгілі оқушыларға құттықтаймыз, бөлім командасына сендерге алға басуларыңды тілейміз. Мына достықтарыңды ешқашанда ұмытпаңдар. Ең біріншіне әуелі ата-аналарға рахмет, осындай ұлдарды, қыздарды өсіріп отыр екен. Осы ұл қыздардың арқасында әрдайым той думанда жүре берсін. Ешқашан қапашылық болмасын отбасыларында. Бақыт береке тілейміз. Дариға апай құтты болсын тілектеріңізде. Бақытты бола беріңіз.